Мынау мен братишкам. Ой, сүйкімді екен. Отыра беремін мен қазір келем. Қалайсыз, жеңеше? Сен сөйлей аласың ба не? Я, мен сөйлей алам, только ешкімге айтпаңыз, бұл секрет. Мә, сен онда сөйлей алсаң, менің бір-екі сұрағыма жауап берші. Ойбай, тегін айтпаймын, маған ақша төлеңіз, сол кезде айтамын. Мә, жастар шустырсыңдар, я? Мә, сенің ағаңның подпискасында Айка деген қыз бар. Ол кім? Ол Айка деген, ол менің ағамның бір шаясы. Екеуі арасында сөйлеседі. Келесі сұрақ. Кеше ағаң маған түсте сообщенияларыма жауап бермеді. Ол сол Айкамен қыдырып жүрді ма? Ой, кеше ағам стадионикте болды ғой. Мен 40 жастағы баланың мамасымын. Бүгін балам бірінші рет свиданияға барады. Саламатсыздар ма? Ал қызым, қош келдің. Амандастықшы. Сәлеметсіз бе? Төрет. Таныс қой, бұл менің ұлым. Өте жақсы жігіт. Сен мамаң айтқам қызыңмен таныстыршы деп. Жақсы, мен онда кетейін. Мама, мен мультиге басталуға айтпайсың ба? Жулик! Ой, жулик, мама! Міне жулик! Тапты мотор! Көрдің ба қандай ақылды? Ботақаным менің, пусянайым менің, елігім менің, сыночек мой, ангелочек мой, ботақаным, қошақаным, пусяным, масяным. Жаным! Қара, мен осы ойыншығым бар. Мама, мен железный человекпін! Бұл ойыншықтарды біз Балбөбектен алдық. Балбөбек Қазақстандағы ең ірі ойыншық сататын гипермаркеттердің. Туф, бір вақытына балаға сен қараш, кешке дейін мен қарайын ба? Жұмыстарын істейін. Ой, бара беш, қарап отырмын. Папа деймін. Қара қалса дұрыстап қарамайсың ба? Неме телевизор көріп отырсың? Сен сөйлейсің бә не? Когда надо, сөйлей алам атак. Қазір, отыра тұр, Қара. Не болды? Жаңа сөйлеп жатқан мына бала. Туф, қош, мен қолым бос емес. Ема! Қара! Билеп жатыр. Жаңа билеге, точно билеге мен саған айтам. Билешка не? Тағы қандай сылтау айтасың, бала қарамас үшін? Қош болды. Сен неге мен жындығып отырсың? Қазір мамаңды шақырам, сөйле, ұқтың ба? Шақыр, сөйлейін. Айтатын нәрсем көп. Мысалы, кеше түнде сен бір қыздың сторисіне лайк басқаның туралы айта аламын. Айтайын ба? Шақыр маманы. Ай, жарайды, сөйлемей қой. Чотам өзіңе бірден керек па? Бірден әңгімені осылай бастамайсың ба? Мына жерде отырып кешке дейін көтерім тоңып кетті. Маған нормальный термоковрик алып беріңдерші. Балбөбек брендінен. Бұл Қазақстанда жасалған термоковриктар. Қазақша әліпбиі бар. Артында қазақша аттар мен жануарлардың Пап, мен точно өлтіреді. Қанша бал алдым? 40. 140 бал алдым. Балам, мен саған көрімдік, керек емес еді ғой. Алло, Сәбит! Қорадағы біздің 3 қойымыз бар, сол үшеуін де сой. Жоқ, папа, керек емес. Сосын бар ғой, ауылдастарға айт, бізді үйге келсін, той жасаймыз. Баламыз 140 бал алды. Ал қонақтар, ауыстыңдер. Балам берген. Ал қонақтар, бүгін біздің үйде қуаныш, біздің ұлымыз үмітімізді ақтап, ендідан 140 бал алды. 11 жыл бойы осыны оқытамыз деп базарда грузчик болдым, құрылыста істедім. Өзім Жигулиді сатып, ұлым, сен 140 бал алды деп, саған машина алдым. Жоқ, папа, қажет емес, не үшін өйтіп алып жатсыңдар? Сосын сен 140 бал алды деп, ауылдағы малдың бәрін сатамыз. Үйді сатамыз да саған қаладан новый үй алып. Той, папа, өт алған жоқпын мен, құлап қалдым ентідан. 40 бал алдым мен. Проходойды алған жоқпын даже. Сондай ужасный күн болды. Не болды? Джакузиім істемей қалды үйдегі. Обычный бассейнға түсуге тура келді. Еще домработницада бүгін выходной, менің сүйікті стейктарым дайындаған жоқ. Қарным ашып тұр менің. Ой, қош, сен жыламашы, сен бай мажориксің ғой. Менің өмірім оңай ма? Мен всегда осылай бай болды деп ойлайсың ба? Мен бала кезінде семечки продавал на улице. 1 сағат саттым, ешкім алмады. Потом папа маған семечки завод сатып алып берді. Бірақ 1 сағат қиналдым мен. Всегда бізде ақша көп болды деп ойлайсың ба? Айына папам даже $1 миллион таппайтын кезі де болған. Жарайды, қойшы, тамақ ішейікші. Мә, саған жас донор соңғы кезде осыны ғана жеп жүрмін. Қанша тұрады деп ойлайсың? Күшті ғой мынау. Қанша тұрады? $1000? Капец арзан тұрады екен. Теңге. 1000 теңге? Вообще супер ғой онда. Менің водителем ғой. Пробкада тұрмасын деп вертолетпен келген ғой. Ну пока. Увидимся. Изменщик!
Айжан, не істеп жатсың? Айжан, мен мұндамын. Ой, извините, пожалуйста. Ит! Ой, мусорный пакет қой ол. Ой, очким буып кеткен ғой просто. Мына приколды қарашы. Жақындатшы. Тағы жақындатшы. Тағы да жақындатшы. Тағы. Айран екен. Сен нешінші жылғысың? Мен 2006. 2006? Ой, бәрі нормально, махаббат жаса қарамайды. Жүр кеттік свиданияға. Жүр самокатқа отыр. Негізі менің машинам бар. Машина? Сонымен қайда барамыз? Мен свиданияға баратын күшті жерді білем. Біз қайда келдік? Мына жерде күшті ойындар бар. Давай бірге ойнайық. Ох, ема! Көрдің ба мен қалай істегенімді? Тәте, билесеңізші. Иә. Тәте, не скорый шақырайын ба? Жоқ, белім арғаймыз. Қатпес кәрекесі бар ғой. Билей берем мен. Давай, төбелесіңіз. Апа, дұрыстап ойнаңыз. Дұрыстап. Сен өзің немен айналысасың? Мен тиктокермін ғой, тикток түсірем ғой. Айтпашы, мен тиктокқа түсірші. Бұл жер шынымен де қызық екен. Иә, бұл жер поп геймер деп айтылады. Қыз жігіт болып свидание ұйымдастыруға, балаларды әкелуге, жалпы жаздағы қыдырғанға ерекше уақыт өткізгенге күшті жер ғой. Осындай сары жазу бар аппараттарды ойнасаң, еще бонус түсіп отырады картаңа. Еще ол бонустарды осылай сыйлықтарға айырбастап алсаң болады. Мен кемпірлер скучный деп ойласам, сен күшті уақыт өткіздік қой. Менің қызым боласың ба? Не ғой, сен маған тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден барлығын қоя салайық, е? Жоқ, сен маған сен менің жүрегім жараланды. Мынау кімнің баласы? Мен сенің мамама айтам. Сәлем бердік ене. Келін, таңғы 7-де тұрудың қажеті жоқ. Мен саған қанша рет айтам. Бар ұйықта. Как минимум түске дейін ұйықтайтын бол. Келін, мына түрің әбіржіп не болып кеткен? Апармайсыз ба мына қызды салонға? Маникюр, педикюрін бәрін жасатып, шашыңды прическалап, үйде әдемі болып жүр. Не үшін ыдыстарды қолыммен жуып жатсың? Жолама оған. Мен не үшін посудомоечный машина алдым, ендігі әрі посудомоечный машинамен ғана жуатын бол. Жолама сызға. Мама, мен бүгін зарплат алдым, барлығын сізге берейін деп отырмын. Керек емес ақшаң. Тарт. Барып өзіңнің әйеліңе берсеңші. Келінге бер, шопинг жасап, бір косметика киім алсын. Келін, аны қара. Кешіріңіз, маған переводчик болып беріңізші. Переводчик? Еркектердің тілінен әйелдердің тіліне аударып беріңізші. Қазір мен күйеуім келді, соңғы кезде оны вообще түсінбей жүрмін. Жарайды. Дизайнды өлтіріп мына жер, иә? Жан, менің скоро туған күнім келе жатыр ғой, сен маған айфон алып бересің бе? Көреміз, иә? Ол сізге алып бере алмайды айфон, оның ақшасы жоқ. Үміттенбей-ақ қой деп айтқысы келіп тұр. Кеттік. Аха, түс. Мен подругам Сәуле бар ғой, сол күйеуі екеуі Мальдивқа барып жатыр екен. Біз де осы жазда барайықшы, Жан. Көреміз, иә? О, сізге қайдағы Мальдив? Ары кетсе Алакөлге барамыз, ақша жоқ кезде сендер болмады ғой деп айтқысы келіп тұр. Тамақтар дәмді, иә? Еще аты да мощный екен, иә? Абадан алаш деген. Абадан деген нені білдіреді? Абадан деп қазақтар көш бастайтын ең мықты қасқырларды айтады. Жан, көңіл күйің жоқ қой? Жай, еш нәрсе, бәрі жақсы. Ол кісі сізге просто барлығын уайымдап шаршап кеттім. Бала-шағамды, ата-анамды, отбасымды қалай асыраймын, қалай аяққа тұрам. Құрдастарым барлығы көтеріліп кетті. Ал мен әлі бір орында тұрған сияқтымын. Еще қарыздарым, кредиттарым, ипотекаларым барлығы қысылады, ақша жетпей жатыр. Еще сен де болмадың ғой, айфон, Мальдив деп. Кейде осының барлығын ойлап түнде саған білдіртпей жылап алатыным бар. Бірақ өзіме айтамын, көтеріп әне басымды. Ер жігітті баса не келіп не кетпейді деп сізге айтқысы келіп тұр. Жан! Ау? Сонымен айфонды алып бересің ба, алып бермейсің ба? Сен өзің қай жылғы боласың? Мен 96 жылғы болам. Қанша? 1996 жылғы болам, айналайын. Бірақ сен мені кәрі деп, мен сенбей тұрған шығарсың, иә? Жоқ, олай емес. Мен де 96 жылғымын ғой. Құрдас! Қане фотоға түсір. Ойбай белім. Сен де белің ұстай ма? Ой, сай сүйем сырқап, өне бойым ауырады. Менің де қимышаған саған да бар емес, жаным көзіме көрінеді. Туысқандар, қалайсыңдар, мынандай бір шалмен свиданиядамын. Әй, осы мені алады ау. Қойшы. Қайда алып келдің мені? Блогер қызбен бірінші рет свиданияға барып тұрмын бар ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Күлімді сториске салдым екен. Достар, мен жаңа ғана өмірімдегі ең ужасный свиданиядан келдім. Маған берген гүлінің түрін қараңыздаршы. Менің бір күндік макияжым надан қымбат қой. Еще ресторанды ешқайда апарған жоқ, просто далада жаяу жүрдік.
Мен ол 1000 теңгеге алдым ғой. Қыздар, мінеки оның түрін жаттап алыңдар. Şu түрімді де салып саған ба? Мына жігітпен свиданияға барушы болмаңдар. Әбден нервым тиді. Бірақ бір қуантатыны, менің омега ауа тазартқышым келді. Еще хайпава дейді, рекламада салып саған ба мынау? Достар, барлықтарыңыз білесіздер, Алматыда ауа өте лас. Сол себепті үйдің ауасын тазартып тұру керек. Әсіресе баласы барларға таптырмас дүние. Сол свидания маған травма қалдырды. Подкаст қашан үлгерген? Қазір мен психологқа барып жүрмін. Танымал блогермен свиданияға барамын деп басы дауға қалған мына жігіт Қазақстаннан қуылайын деп жатыр. Болды осыдан кейін блогермен свиданияға бармайын. Жан, қарным ашып кетті. Жоқ, сен аш болсаң өзге ұқсамайсың, шыдай тұршы, үйге жақында қалдық. Шыдай алмайтын сияқты мұны. Мына жақта тамақ жоқ қой. Бұл тамақ тезірек. Майсатоға кеттік. Якузда сет 5500 теңгелік. Срочно! Қазір ботам шыдай тұр. Рахмет, Жан. Бір өлімнен аман қалдым. Сен өзің қай жылғы боласың? Мен 96 жылғы болам. Қанша? 1996 жылғы болам, айналайын. Бірақ сен мені кәрі деп, мен сенбей тұрған шығарсың, е? Жоқ, олай емес. Мен де 96 жылғымын ғой. Ақ құрдас! Қане фотоға түсір. Ойбай белім. Сен де белің ұстай ма? Ой, сай сүйем сырқап, өне бойым ауырады. Менің де қимышаған саған да бар емес, жаным көзіме көрінеді. Туысқандар, қалайсыңдар, мынандай бір шалмен свиданиядамын. Әй, осы мені алады ау. Қойшы. Қайда алып келдің мені? Бұл жерім, ол мен блогер қызбен бір рет свиданияға барып тұрмын бар ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Гүлімді сториске салдым екен. Достар, мен жаңа ғана өмірімдегі ең ужасный свиданиядан келдім. Маған берген гүлінің түрін қараңыздаршы. Менің бір күндік макияжым надан қымбат қой. Еще ресторанды ешқайда апарған жоқ, просто далада жаяу жүрдік. Мен ол 1000 теңгеге алдым ғой. Қыздар, мінеки оның түрін жаттап алыңдар. Şu түрімді де салып саған ба? Мына жігітпен свиданияға барушы болмаңдар. Әбден нервым тиді. Бірақ бір қуантатыны, менің омега ауа тазартқышым келді. Еще хайпава дейді, рекламада салып саған ба мынау? Достар, барлықтарыңыз білесіздер, Алматыда ауа өте лас. Сол себепті үйдің ауасын тазартып тұру керек. Әсіресе баласы барларға таптырмас дүние. Сол свидания маған травма қалдырды. Подкаст қашан үлгерген? Қазір мен психологқа барып жүрмін. Танымал блогермен свиданияға барамын деп басы дауға қалған мына жігіт Қазақстаннан қуылайын деп жатыр. Болды осыдан кейін блогермен свиданияға бармайын.